Баршаңызға сәлем, әлем. Бүгін сіздермен керемет қуырылған тұшпара рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі енді бар ғой, керемет. Осы рецептпен сіздер міндетті түрде жасап көріңіз, сізге 100% ұнайды деп сенімдімін. Ол үшін ең алдымен қамырымызды илеп қоюымыз керек. Ал енді бастайық. Мен осылай ыдыстың ішінде жылы сүт пен суды араластырып қойғам. Енді осыны чашаға құйып, содан кейін жұмсақ майымызды саламыз. Ал содан кейін тауық жұмыртқасын және тұз, ұн, қопсытқыш қосып жақсылап илеп тастаймыз. Ал енді қыздар, жігіттер, енді оны салғаннан кейін жақсылап илеп, одан кейін барып бетін жауып, 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минуттай қамырымыз міндетті түрде демалу керек. Біздің қамырымыз демалып болғанша біз картопты тазалап пісіріп қоюымыз керек осы уақытта. Мінекей, картоп пісті. Картоп пюресін дайындайтын боламыз. Қайнатылған картопқа сары май, сүт құямыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап бір келкі болғанша езіп шығамыз. Енді бізде кезекте қамыр. Видеода көрсетілгендей қамырды жұқа етіп жаямыз. 2-3 бөлікке бөліп аламыз бірінші. Содан кейін жұқа етіп жаямыз. Ал енді бізде оңай жұмыс қалды. Қыздар, жігіттер, енді ары қарай видеодағыдай тұшпараларды түйіп шығасыз.
Осымен достар, біздің өте дәмді қуырылған тұшпарамыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деп сенімдімін. Мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар.